Өзбек дамла деген май өзбек Али Чотонов емес. Өзбек ұстаздардан біреусінің кішкене біремесін көріп қалдым да. Аялдардың шундай сабаққа бір аял барады екен да. Анан барғаннан кейін келіп алып күйеуіне айтады екен. Балдарым, атасы, өмір жолдашым, біздің ұстаз жақсы сабақ өтті. Исламда аялдың құқығы, жана аялдың милдеті деген сабақты оқып келдік. Мен мысалы сіздің никеңізде, сіздің киіміңізді жууш мені шарт емес екен, милдетім емес екен дейді. Ооба. Керек болса мен сізге тамақ пішірішім да шарт емес екен. Ооба. Керек болса шариат бойынша мен төреген баланы да мен емізішім шарт емес екен. Керек болса мен емізгеніме сіз ақы төлеп берішіңіз керек екен. Ооба. Сонда илимді болып кетті да аял. 5-6 күн баяғы сұхбетке сабақ барып, уже илим үйреніп алып, өзіге пайдалы нәрселер алып. Күйеу айтып тұр, тура айтасың деп тұр. Шариатты жақсы үйреніпсіз, анда біліп қой деп тұр. Мен деле жалғыз сені менен жашауым шарт емес. Аллах Таала мага 2-ні, 3-ті, 4-ті аял алуға рұқсат берген десе. Аял айтатын, тамашаны да білбейсіз да дейді. Атасы тамашаны білбейсіз ғой дейді. Біреусі ачуланып аялын ұрып аттырды сабап. Ақсақал өтіп барып қараса, күйеусі аялын сабап аттыр. Таяқменен ұрып башқаларын шал айттыр, балам депті. Бұл аялды таяқменен ұрбайды. Аялды аялменен ұрыш керек депті. Күйеу түсінбей қалдырды. Не дейсіз десе, ақсақал қайра жақсы түсіндіріп айтың десе, аял айтатын. Құлақ салма, ұра бер дейді. Қайшы болмасын дейдікен, ұра бер дейді. Bir kelime keltirip sabaqa keteyim. Men 1-2 balam uxtagan üçün emek kıldım. Negizі мен күлдірішке де емем жоқ әлі. Bir kelime keltireyim. La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah.